Сәлеметсіздер ме, қадірменді теледидар көрермендері? Армысыздар, ардақты ағайын. Қазақ тілінде жүргізілетін дидар бағдарламамыз әдеттегідей эфирде. Елімізде тәуелсіздік жылдарынан бастап 27 маусым баспасөз және бұқаралық ақпарат қызметкерлері күні ретінде кеңінен атап өтіледі. Қазіргі сіздердің назарларыңызға ұсынылып тұрған бейне таспамыз халқымыздың ынтымағы, бірлігі, ары мен абыройы үшін қолдарына қалам ұстаған әріптестеріміз жайлы әңгіме шертпек. Ендеше экран алдынан алыстамай тамашалаңыздар. Өзбекстандағы қазақ журналистикасының тарихы тереңде жатыр. Елдегі қазақ диаспорасының мәдениеті мен рухани өмірін насихаттауда қазақ тіліндегі бақ құралдарының орны ерекше. Қазақ тілінде шығатын басылымдар, теле және радио бағдарламалар қандастарының ана тілін, ұлттық дәстүрі мен мәдениетін сақтауға қызмет етіп келеді. Еліміздегі қазақтар шоғырланған аумақтарда бұқаралық ақпарат құралдары, атап айтар болсақ, қазақ редакцияларда тұрақты жұмыс жасайды. Мереке қарсаңында әріптестермен байланыс жасап, кәсіби күнге арналған олардың жылы лебіздерін бейнетаспаға жазып алды. Әр жылы 27 маусымда Өзбекстанда баспасөз және бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні кең түрде тойланып келе жатыр. Міне бұл күн еліміз тәуелсіздік алған күндерден бастап тойланып келе жатқан мерекелердің бірі. Әрине бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің соңғы жылдардағы рөлі мемлекетіміздің дамуында, халқымыздың саяси аңының өсуінде үлкен қызмет атқарып жатыр. Қазіргі күнде әрине сөз еркіндігі, әсіресе журналистерімізге болады ма, осы баспасөз қызметкерлеріне болады ма, беріліп жатқан сөз еркіндігін бүкіл халқымыз куәсі болып отырыпты. Бұл мерекенің халықтық мереке етіп тойланғандығының өзі осы сала қызметкерлеріне көрсетіліп жатқан үлкен құрмет деп ойлаймын. Қазіргі күнде Өзбекстандағы қастерлі кәсіп иелері болған баспасөз және бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлеріне кәсіби мереке құтты болсын деймін. Осы кәсібіменен елімізге, халқымызға қызмет етіп, Өзбекстанның саяси, экономикалық, әлеуметтік дамуына өздерінің үлкен үлестерін қосады деп сенім білдіремін, және тағы бір рет мереке құтты болсын деймін. Журналистика ұлттың үні, халықтың айнасы. Ал Өзбекстандағы қазақ журналистикасы бауырлас халықтарды жақындастыратын алтын көпірде. Навай облыстық телерадио каналы әрине облысымыздағы ең алғашқы ақпарат таратқанда да ресми ақпарат таратушы ұжым болып есептелінеді. Бұл жерде қазақ және өзбек, орыс тілдерінде бағдарламалар жарық көріледі. Ал біз сол қазақ редакциясында Алтын аймақ бағдарламасында жұмыс атқарамыз. Алтын аймақ бағдарламасы аптада бір рет 20 минуттан жарты сағатқа дейінгі эфир жүзін көреді. Одан бөлек облысымыздың әлеуметтік саяси өміріндегі хабар жаңалықтар топтамасы мен жаңалықтар бағдарламамызда эфир жүзін көреді. Біз жұмысқа кірген бастапқы жылдарда бұдан 14-15 жыл алдын бағдарламаларымызды негізінен шаруагерлер, алыстағы ағайынның тұрмыс тіршілігін көбірек дәріптейтін болсақ, бүгінгі күнге келіп басқа да тың жаңалықтар, жастар мәселелері, спорт саласында біз қамтып алғанбыз. Облысымызда тұратын қазақ қарақалпақ ұлт өкілдерінің түрлі жетістіктерін бірінші облыс көлемінде, кейін республика көлемінде ен жайдыруға, соны жариялауға өзіміздің қызметімізді алып барамыз. Осы мереке қарсаңында біз осы саланы таңдағанымыз, осы кәсіпті таңдағанымызға және бір рет марқаямыз, мақтанамыз. Сол себепті баспасөз және бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күнімен жалпы әріптестерімізді, облыс көлеміндегі, республика көлеміндегі әріптестерімізді құттықтаймыз. Журналист тек ақпарат таратушы ғана емес, ол қоғамдық пікір қалыптастыратын, ел өміріндегі маңызды оқиғаларды халыққа дер кезінде жеткізетін жауапты маман. Күн сайын тынымсыз еңбек, ізденіс пен кәсіби шеберлік журналистика саласының басты құндылықтары болып қала береді. Мен радио саласында 20 жылға жуық уақыттан бері жұмыс атқарып келемін. Бұл мамандықты жүрек қалауымен таңдадым. Сондықтан студия менің екінші үйім. Әр күні тыңдарманмен эфир арқылы жүздескендей әсер аламын. Халыққа сенімді және сапалы ақпарат жеткізу бақыты бұйырғанына қуаныштымын. Уақыт өте келе технология дамыды, ақпарат тарату тәсілдері өзгерді. Десек те, радиода шынайылық пен сенімді ақпарат тарату өзгерген жоқ. Бұл радионың басты құндылығы деп білемін. Бүгінге дейін тыңдарман сапалы ақпарат пен жылы сөзді радиодан іздейді. Бұл үшін біз әрқашан еңбектенеміз. Эфиріміз арқылы тағылымды, танымды бағдарламалар ұсынылады. Біздің мақсатымыз ел мен жердің тыныс тіршілігін
халыққа сапалы жеткізіп, рухани құндылықтарды насихаттау болып табылады. Осы сәттен пайдаланып, бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің мерекесімен, кәсіптестерімді кәсіби мерекемен шынайы құттықтаймын. Қаламдарыңыз қарымды, эфирлеріңіз сәтті және шығармашылық бастамаларыңыз мол болсын. Әрқашан халық сенімінен шығып, ел игілігі жолындағы еңбектеріңіз жемісті болғай. Біз 35 жылдан бері Өзбекстандағы қазақтардың тыныс-тіршілігін, әлеуметтік және мәдени өмірін, сондай-ақ жеткен жетістіктерін үнқағаз арқылы халыққа паш етіп жүрген Нұрлы жол газетінің редакциясына арнайы келдік. Мұнда ардагер журналистер, ойы ұшқыр, қаламы қарымды, дарынды жастар ертелі кеш сіз оқырмандар үшін еңбек етуде. Мереке қарсаңында бұл жерге келіп, оларды құттықтап, олардың сіздерге деген жылы лебіздерін көгілдір экран арқылы жеткізуді жөн деп білдік. Қазіргі таңда мысалы Нұрлы жол газетінің үкімет тарапынан көп жеңілдіктер беріліп жатыр, жәрдем беріп жатыр. Мысалы техника алып беріліп жатыр. Нұрлы жолдың тиражының көбеюінде де өз үлесін қосып жатыр. Халық пен үкімет арасындағы алтын көпірді қалап жатқан әріптестеріміз, ұстаздарымыз, шәкірттерімізді бұқаралық ақпарат күнімен шын жүректен құттықтаймын. Оларға шығармашылық табыс, отбасына амандық тілеймін. Журналист халқы әрқашанда халықтың ой арманымен, мақсатымен жүретін халық. Өзінің ділгірлік мәселесі тұрса да, журналист әрқашан біреудің ділгірлігін арқалап, соның мәселесін шешетін адам деп есептеледі. Осы жұмыстан таймаңыздар, мәртебелеріңіз биік болсын, жұмыстарыңыз табысты болсын, қаламдарыңыз өткір, айтар сөздеріңіз өтімді, ойларыңыз ұшқыр болсын. Сіздерге шығармашылық табыс, мерекелеріңіз құтты болсын. Жауапты міндетті атқара жүріп, үлкен жұмыс істей жүріп, сіздерге үлкен абыройға ие болып, мемлекеттік марапаттарға ие бола берулеріңізді тілеймін. Шығармашылық жұмысты атқарып жатқан әріптестерімізді, әпшелерімізді, ағаларымызды, ұстаздарымызды бүгінгі кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларына амандық, жұмыстарына сәттілік. Бүгінгі күндегі әрбір науқандағы жұмыстарды жарытып жатқан барлық журналистерді кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ташкентте жарты ғасырдан бері қазақ тілінде хабар таратып жатқан радиодағы Алтын аймақ бағдарламасы жайлы естігеніміз көп болар. Тарихы терең, тағылымы мол ақпарат құралы болған радио бірнеше буынның рухани серігіне әлде қашан айналып үлгерген. Ол қазақ сөзін эфир арқылы халыққа жеткізіп келе жатқан маңызды мәдени мұра болып табылады. 27 маусым баспасөз және бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күнімен барша отандастарымызды шын жүректен құттықтаймын. Оларға шығармашылық табыстар, қаламдары мұқалмасын, жұмыстары жемісті болсын. Барлық әріптестерімізге сәттілік тілеймін. Жасыл келем өрнек деген туған жерге дариға
Тәуелсіздік жылдарында Өзбекстандағы қазақ журналистикасы жаңа белеске көтеріліп, қоғам өміріндегі маңызды оқиғаларды қазақ тілінде насихаттауға кең мүмкіндік алды. Бүгінде өңірлерден басқа Қарақалпақстан Республикасында да қазақ қауымының тыныс-тіршілігін кеңінен танытуға үлес қосып келеді. 24 сағатлық эфир давамында біз миллетлер ара татулық, бауыркеңлік, ауызбіршілік, ата-бабаларымыздың милли қадіриятларын жастар санасына сіңдіру бағдарында да бір қанша жұмыстарды алып барып жатырмыз. Бүгінгі күнде біз қайсы тарауға назар салсақ та, хақиқаты менен инсанның ұлығланып жатырғанлығы, бүгінгі күннен разы болып жасап жатырғанлығы, солар қатарында хаял қызларымыздың табысылы белсенді жұмыс істеу үшін жаратылған шариғатлар бізді жүр қуанышқа бөлейді. Мен де осы Өзбекстандай елдің бақытлы перзенті екенлігімнен қуанамын. Себебі біз қандай жұмыс істесек те өз уақытында сол істеген жұмысымыз қолдап қуатланып мұнасып бақасын алып жатыр. Солар қатарында бұл тарауда Алтын қалем милли таңлауының бірінші орын жеңімпазы болуым, президентіміздің қолдап қуатлауы менен айрықша ітібар менен шұхрат медалына ерісуім, құлласы тараудағы бір адам үшін қандай бақыт керек болатын болса, сол табысылар, бақытлар менің өмірімде мені шексіз дөретушілікте жұмыс алып баруыма бағдарлайды. Қарақалпақстанда қазақ редакциясы әлдеқашан қалыптасып, тұрақты жұмыс жасайды. Көптеген басылымдармен қатар қазақ тіліндегі телебағдарламаларда ел өміріндегі елеулі оқиғаларды, жеткен жетістіктері мен кемшіліктерді, халықтар арасындағы достық қарым-қатынастарды бүкпесіз, боямасыз көгілдір экран арқылы халыққа паш етіп жүр. Қарақалпақстан телеканалында 4 тілдегі түркімен, өзбек, қазақ, орыс тілдегі туысқалық көрсетулерін тәйярлаймыз. Сондай ауызбіршілікте жасап отырған қазақ туысқандармен, бауырларымызбен біргелікте ауызбіршілікте тәйярлап баруға әрекет етеміз. Һәм бұл көрсетудің ішінде әртүрлі миллетлердің үрп-әдетлері, дәстүрлері, соларды көрсетіп баруға әрекет етеміз. Һәм сол топар ағзаларымызбен бірге көрсету барысында соларды кеңінен халқымызға жеткеріп баруға әрекет етеміз. Бұл көрсетудегі тәйярлаудағы мақсатымыз халқымыздағы көп миллетлі жасап отырған халықтардың ауызбіршілікте бір атаның ұлларындай етіп жасап отырғанын көрсетіп жеткеріп беру мақсатымыз. Журналистика қоғам мен халық арасындағы алтын көпір, шындық пен әділдіктің жаршысы. Олар күн сайын маңызды ақпаратты халыққа жеткізіп, ел өміріндегі өзекті мәселелерді көтеріп, қоғамның дамуына зор үлес қосады. Журналистика для меня не только профессия, но и образ жизни. Я уже в этой области работаю свыше 30 лет, и за эти годы многое изменилось. Технологии новые, скорость передачи информации. Но не остается неизменным одно – ответственность перед читателями, перед слушателями, перед зрителями. Сейчас молодежи можно позавидовать. Столько возможностей для них. Раньше таких условий, таких широких возможностей у нас не было. Мы работали тем, что есть. А сейчас просто можно позавидовать молодежи. Пользуясь случаем, я хочу от всего сердца поздравить всех наших коллег, журналистов, творческих коллективов, средств массовой информации с этим замечательным нашим праздником. Желаю в их нелегком, но благородном труде больших успехов. Бүгінде қазақ журналистикасы ұлттық құндылықтарды дәріптеп қана қоймай, жастардың ана тіліне деген құрметін арттыруға, ақпараттық кеңістікте сапалы контент қалыптастыруға еңбек етіп жүр. Олардың еңбегі қазақ тілінің дамуына және ұлт руханиятының сақталуына қызмет ететін маңызды миссия болып табылады. Biz dasturlarimiz davomida xalqimizning turmushi, mahallalardagi infratuzilmalar, Qoraqalpog'iston Respublikasining eng chekka hududlaridagi yangilanishlarni, islohotlarni xalqimizga ko'rsatib berishni maqsad qilganmiz va aynan shu ko'rsatuvimiz davomida ham aynan turli millat vakillari yashayotgan hududlarga borib, ularning yashash turmushini aynan joyida ko'rsatib beryapmiz. Ularning uyidagi yashash sharoitlarini, misol uchun milliy qadriyatlarini, ularning misol uchun oddiy ona tilini saqlab qolayotganligigacha misol uchun ko'rsatuvlarimiz davomida shuni ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz. Ayni shu fursatdan foydalanib 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan respublikamizning barcha hududlarida faoliyat yuritayotgan jurnalistlarni, hamkasblarimizni bayram bilan chin dildan muborakbod qilaman. Jurnalist vaqt shejiresin жазатын, қоғам тынысын халыққа жеткізетін, ақиқат жолында қызмет ететін мамандық. Оның еңбегі елдің ақпараттық кеңістігін қалыптастырып, қоғамның дамуына ықпал етеді.
бұл жерде 60 жылдық тарих бар. Хам осы 60 жыл давамында міне айны осы студияның өзінен қанша теберік ұстазларымыз сол өздерінің ізін қалдырған, сондай халыққа тамаша көйге, өздерінің сондай бір дөретушілік халыққа зарар болған бір мағлұматларын берген, көрсетулер істеген. Демек біз солардың ізбасарларымыз, давам еттіріп жатырмыз. Әлбетте бұл өз-өзінен қуанышлы. Ең әуелі мені журналист сипатында не қуандырады? Бүгінгі күндегі адамлардың көзіндегі қуаныш, қалбінде ертеңгі күнге болған сенім. Хам ең бастысы бүгінгі күнде жастардың тәлім тәрбиесіне болған айрықша іті бар. Бұлардың бәрінің артында тұрған президентіміздің қолап қуатлауы. Айны осы нәрселерден біздер рухланып, жігерленіп, әрдайым осындай бір күшлі мотивация алып, біз журналисттер жұмысымызды давам етіп жатырмыз. Әлбетте бұндан өз кезегінде қуаныштымыз. Байрам мünәсәбәтіменен бәрше кәсіптестерімізді Қарақалпақстан телерадио жәмәті атынан шын жүректен құтлықтап қаламыз. Байрам бәршеңізге мүбәрек болсын. Бұл байрам осы телеканалдың артында істейтін ең әуелі сол кәсіптестеріміздің байрамы деп ойлаймын. Бәрше ұстазларымызды, кәсіптестерімізді байрам менен шын кеуілден құтлықтап қаламыз. Әлбетте дөретушілік табысылар тілейміз. Бүткілі Өзбекстан Республикасы, Қарақалпақстан Республикасын бүгінгі 27 июн халықаралық қалаба хабар құраллары күні мünәсәбәтіменен, байрамы мünәсәбәтімен шын жүректен құттықтаймыз. Әр біріңізге дөретушілік табысылар тілейміз. Мен осы орында 27 июн баспасөз һәм қалаба хабар құраллары қызметкерлерінің байрамы менен құттықтаймын. Себебі кәсіптер ішінде дараланып тұратын журналистика кәсібі кейде шөлде, кейде далада, кейде ысыда, кейде суықта қалып, өзінің кәсібінің машақатынан сескенбестен һәмме нәрседе пидайлықпен минет етіп отырған кәсіп иелерін, ұстазларымызды, осы тарауда жемісі минет етіп отырған достарымызды, жәмәтімізді құттықтаймын. Олардың дөретушілік жұмыстарында табысылар тілеймін. Қалемінен һәмме уақытта халқымыздың жүрегіне жазылатығын дөретпелер, көрсетулер, естірулер таярлана беруіне оларға сарқылмас ilham yosh тілеймін.